Жыл басынан бері Ресейден Қазақстанға 1,6 миллион адам келген. Көші-қон қызметі Қазақстанға шетелдіктердің жаппай келуіне байланысты Ішкі істер министрлігінің көші-қон қызметі комитеті мәлімдеме жасады. Ұсынылған мәліметке сәйкес жыл басынан бері Қазақстанға Ресейден 1 миллион 660 мың адам кірсе, 1 миллион 640 мың адам шыққан. Ведомство өкілі қазіргі таңда шетелдіктердің еліміздің аумағына кіруі бақылауда екенін қосып өтті. Көші-қон қызметі комитеті басшысының міндетін атқарушы Аслан Аталықов шетелдіктердің Қазақстан аумағына келуі заңдық негізінде реттелгенін айтты. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекетіміздің азаматтары үшін Қазақстан Республикасында болудың рұқсат етілген мерзімі мемлекеттік шекарадан өткен күннен бастап ортақ ереже бойынша 90 күннен кейін аяқталады дейді ол өз сөзінде. Сонымен қатар жыл басынан бері елге 4,3 миллион шетелдік келсе, оның 4,2 миллионы ел аумағынан шыққан. Соның ішінде Ресей Федерациясының 1 миллион 660 мың азаматы келсе, 1 миллион 640 мың елден шықты. Көші-қон процестеріне мониторинг жүргізілуде. Ішкі істер органдары келушілердің белгіленген болу ережелерінің сақталуын бақылауда, дейді Аслан Аталықов. Шетелдіктер Қазақстанда болу тәртібін бұзса, тиісті шаралар қабылданады. Көші-қон қызметінің мәліметінше, мұндай азаматтар мәжбүрлеп шығару және 5 жыл мерзімге елімізге қайта кіруге тыйым салу түріндегі қосымша санкция қарастырылады.